Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, қараңдаршы, ауа райы қандай тамаша. Біздің аю анамыз дүкеннен азық-түлік алып келе жатыр екен. Қызық, ол қандай азық-түлік әкелген екен? Бірге тамашалап көрейік. Аю анамыздың 3 қонжығы бар екен. Осы 3 қонжықтың көмегімен азық-түліктерімізді бөліп қарастырып көрейік. Балалар, қараңдаршы, біз қандай азық-түліктерді көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, жемістер мен көкөністерді көріп тұрмыз, е? Ал біздің қонжық ең бірінші нені алады екен? Баклажан көкөнісін алды. Балалар, баклажанның құрамында А, Б, С дәрумендері кездеседі екен. Ол жүрек, қан тамырларына өте пайдалы болып келеді екен. Біз оны көкөністер тобына жатқызамыз. Келесі бізде не шығады екен? Алмұрт. Дұрыс айтасыңдар балалар. Алмұрт ағашта өседі. Ол бізде жемістерге жатады, я? Алмұрт Б және С дәрумендеріне бай. Ол бүйрек ауруларына пайдалы. Оны жемістер қатарына қосып қояйық. Келесі бізде қызанақ шықты. Қызанақ бізде бақшада өседі, я балалар? Қызанақтың құрамында А, Е, С дәрумендері бар екен. Оны үнемі пайдаланатын болсақ, біздің иммунитетіміз мықты болады екен. Оны көкөністер тобына жатқызып қояйық. Келесі бізде алма шықты. Алма бізде ағашта өседі, я балалар? Алманың құрамында А, С, Б витаминдері бар екен. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына көмектеседі. Оны біз жемістер тобына жатқызамыз. Бізде келесі сәбіз шықты. Балалар, сәбіз көкөністер тобына жатады. Сәбіздің құрамындағы А дәрумені адамның бойын өсіреді. Көру қабілеті мен теріні жақсартуға үлкен ықпалын тигізеді екен, я? Оны біз көкөністер тобына жатқызып қояйық. Келесі бізде апельсин шықты. Балалар, сендер апельсиннің пайдасы туралы білесіңдер ме? Апельсин кальцийге бай. Оны біз жемістер тобына қосып қояйық. Апельсинді жиі жейтін болсақ, біздің сүйектеріміз мықты қатаяды екен. Келесі бізде шыққан көкөніс ол орамжапырақ. Ал орамжапырақ К дәруменіне бай екен балалар. К дәрумені қан түйіршіктерінің қызметін күшейтеді. Біз оны көкөністер тобына жатқызамыз. Бізде келесі лимон шықты, балалар. Лимон да дәруменге өте бай екен. Оның құрамында С, Е, Б дәрумендері бар. Лимонның дәмі ащы болғанмен пайдасы өте зор. Біз оны жемістер тобына жатқызамыз. Лимонды әсіресе суық тиген кезде қолданған жақсы екен. Келесі бізде пияз шықты, балалар. Сендер пияздың пайдасы туралы білесіңдер ме? Пияздың құрамында Б және С витаминдері бар екен. Пиязды да суық тигенде қолдануға болады. Біз оны көкөністер тобына жатқызамыз. Келесі бізде балалар, қараңдаршы, картоп шықты. Картоп С және Б6 витаминдеріне бай. Ол қан қысымын қалпына келтіреді екен. Біз картопты көкөністер тобына жатқызамыз. Келесі бізде балалар, банан шықты. Барлығымыз бананды жақсы көреміз, е? Бананның құрамында А, Б, С және де Е дәрумендері бар екен. Оны жүйке жүйесі, анемия, жүрек қан тамырлары ауруларында қолданған өте пайдалы болып келеді екен. Оны біз жемістер тобына жатқызамыз. Балалар, көрдіңдер ме, біздің аю анамыз көптеген пайдалы азық-түліктерді алып келіпті, е? Біз күнделікті өмірде қолданып жүрген азық-түліктеріміздің пайдалары өте зор екен, е? Сол үшін көбірек көкөністер мен жемістерді қолданайық. Сау болыңдар.